Так, әңгіменің басын мен әлі жүрмін деп бастайын. Өз толғағымды күтіп. Енді бұрынғы кезде қалған ырым бар ғой. Әйел адамның толғағы асып кеткен кезде түйенің жүнін иіскейді немесе құртын жейді деп естідім. Менің толғағым асып кетті өзімнің уақытымнан. Әлі жүрмін. Бүгін енем мынандай түйенің құртын беріп жіберіпті. Қараңыздар, как прикольно. Бірінші рет көріп тұрмын мынандайды. Енді бірге дәмін көрейік, вообще жеп көрген емеспін. Бісміллә. Өтің аман, кесіл желкенбей ем болсын деп енді жеп жатырық қой. Түйенің жүнін иіслеу керек екен. Болмаса құртын, болмаса шұбатын, ондай ырымға сенесіздер ма? Және де толғақ шақыратын қандай тақырыбымдар білесіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал егер мынадан результат болып жатса, сол күні видео салып